Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан дәл ұқсап шығатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Және де бұл құймақтар өте жұмсақ, жұқа және де өте дәмді болып шығады. Осындай тесіктері көп құймақтар жасаймыз. Ең алдымен бір жұмыртқаны қантпен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз жақсылап араласып кетуі керек. Одан кейін жылы сүтті құямыз. Сүтіміз жылы болғаны жақсы. Жылы сүтті құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шым-шым тұз салып, дәміне қарай араластырып тастаймыз. Ұнды електен өткізіп салғанымыз жақсы. Өйткені електен өткізген кезде ауамен бірге бірігіп қосылып түседі және де тесіктердің пайда болуына жақсы әсерін тигізеді. Ұнды салып, қою масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Түйіршік болып қалмау керек ұнымыз. Маған осындай венчикпен араластырған ыңғайлы болды. Сондықтан мен осындай венчикті пайдаландым. Одан кейін қайнап тұрған суды құйып, сұйық масса болады. Жақсылап араластырып, азғантай ғана ашытқы салып араластырып тастаймыз. Және ең соңында сұйық май құйып араластырып, бетін жауып, жылы жерге 20 минут немесе жарты сағатқа алып қоямыз. Табамызды астын жағып, мен маймен майлап аламын. Сұйық маймен жақсылап. Одан кейін табамыз қызығанша күтеміз. Массамыз осындай сұйық болу керек. Табамыз қызығаннан кейін осы видеода көрсетілгендей құйып, жақсылап жайып, барлық жеріне газдың астын төмен немесе орташа қылып пісірген жақсы. Егер газдың асты жоғары болып тұрса, онда құймақтарымыз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да орташа отта пісіргеніміз ыңғайлы. Екі жағын осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тесіктері әдем болып шықты. Ас болсын.